Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар? Қазақ әдебиеті пәнінен менің атым Қожа шығармасының ары қарай жалғастырып сабағымызды бастаймыз. Бүгін біз Сайбек қарттың әңгімесі тарауына тоқталып, онда не туралы айтылғандығы жөнінде өтетін боламыз. Құрметті оқушылар, біздің бүгінгі сабағымыздың мақсаты кейіпкерлерді шынайы өмірмен салыстырып бағалаймыз. Оқушылар, біз сендермен менің атым Қожа повесінің біршама тарауларымен таныс болдық. Олай болса, мына дүниелерді еске түсіріп, мына сөздерді кім айтқанын анықтап көрейікші. Егер осы айтылған сөздер суретте берілген кейіпкерлердің қайсымен сәйкес келетінін анықтайық. Лагерге жолдама. Біз лагерге баратын болдық. Ал сен көшедегі иттерді тәртіпке салуға ауылда қалатын болдың. Екіншісі, біз екеуміз таныс шығармыз деймін. Үшінші, атың әдемі екен. Дәулет деген тамаша ат. Менің ағайымның аты да Дәулет. Қалай ойлайсыздар? Шығармадан алынған осы сөздерді қай кейіпкерлер айтуы мүмкін? Осы үш кейіпкердің айтқан сөздерін дәл өзімен сәйкестендіріп көріңіздер. Ары қарай тағы жалғастырып көрелік. Бұзақы боп ол не істепті? Ел тонап, кісі өлтіріп пе? Бұл сөзді айтқан кім деп ойлайсыздар? Мамам келгенше үйде болып, әжеме көмектесем. Майханова апай лагерге келесі кезекке жолдама берем деді. Бұл кімнің сөзі? Дүние жүзіндегі барып тұрған мақтаншақтың өзі боламысың? Бұл кімнің ашуы? Құрметті оқушылар, осы айтылған сөздерді кейіпкерлермен сәйкестендіріп көріңіздер. Олай болса, мына берілген жауаптардың ішінен бір дұрыс жауапты өзім айтып көрейін. Біз екеуміз таныс шығармыз деймін. Бұл әрине Майханова апайдың сөзі. Ол Қожаның алдап дүкенге рұқсатсыз кіріп кеткені үшін оқу жылы басталған кезде, мектепке қабылданған кезде Қожаға қарап айтқан сөзі болатын. Ал басқа екеуін өздеріңіз ажыратып түсінеді деген ойдамын. Сондай-ақ мына бір жерінде дүние жүзіндегі барып тұрған мақтаншақтың өзі боламысың? Бұл әрине Жанардың сөзі. Қожа екеуі дойбы ойнаған кезде айтқан сөзі болатын. Құрметті балалар, енді біз менің атым Қожа шығармасындағы Қожа мен Сайбек қарттың әңгімесіне құлақ түрелік. Шығармадан алынған мына үзінділерге назар аударыңыздар. Мектеп күзетшісі Сайбек қарт, Сайбек кілт тоқтай қалып, шекарадағы сақшыдай қатал үн қатты. Ал балалар, мен Сайбек қарттың сөзін оқиын, сіздер Қожа болып көріңіздер. Бұл кім? Менің кім? Мұнда нағып отсың? Онда сенің не шаруаң бар? Мәселе? Қандай мәселе? Сені мұғалім етеміз дей ме? Директор, онда тіптен жақсы. Жалақың көп болады. Сайбек менің қасыма келіп отырды дейді. Көрдіңіздер ме, балалар? Сайбек қарт мектептің күзетшісі болса да, Қожамен әзілдесіп, оны жылы шырай танытып, әңгімеге тартып, өзінің мынадай естелігін айтты.
Әй қожа, сенің әкең марқұм азамат еді ғой. Оған тартсаң директор түгіл одан үлкені боласың, бірақ оған тартпағансың. Мен сенің әкеңе қарыздар адаммын. Менің мойнымда оның тиын емес, теңге емес, бақандай бір қарасы жүр. Қалай дейсің ғой? Міне былай. Алғаш колхоздасқан жылдың күзінде мен оның келіскен бір жорға күрең аты бар еді. Ол кезде жұрттың көбі қара жаяу. Соны дерменге мініп барып, сазға батырып, өлтіріп қойдым. Суып, қаңсып тұрған атты суармай, отқа қоям деп өзімнен болды. Аяғы шідерлеулі еді. Су ішем деп барып, оппаға түсіп кетіпті. Ертесінде қарасам, суға сүңгіген үйректей арт жағы ғана көрініп тоңқайып жатыр. 10 шақты жігіт жабылып арқан сап әрең суырып алдық. Міне басқа біреу болса, соны қыңқ еткізбестен төлетіп алар еді ғой. Ал Қадыр марқұмның кең пейілділігі соншалық. Сіз қасқып өлтірген жоқсыз ғой, ажалы солай тура келген шығар деп үнсіз қоя салды. Міне, әкең осындай парасатты, ақылды жігіт еді. Көрдіңіздер ме балалар? Қожаның әкесі туралы Сайбек қарт қандай керемет естелік айтып берді. Тіпті фильмде көрсеңіздер, осыны тыңдаған кезде қожаның көзі жайнап, жүрегінде ұшқын пайда болғандай сезімде отырады. Кітапта қожа әкесі туралы мынадай естелік айтады. Қадыр менің әкем. Эх, шіркін дүние-ай десеңші. Әке деген сөзді айтқанда жүрегім қарс айырыла жаздайды-ау. Қандай жақын, қандай ыстық. Балалар, менің әкем өйтті, менің әкем бүйтті, менің әкем ананы сатып әперетін болды, менің әкем мынаны сатып әперетін болды деп мақтаныш етіп жатады. Ал мен болсам әкемнің қандай адам екенін де білмеймін. Өйткені ол майданға аттанғанда мен 2 жастамын. 2 жасар ақмақ не білет, не түсінет. Сол кеткеннен Абзал әкем мол кетті, оралмады. Қайран әкем, егер сен тірі болсаң, мүмкін мен бұдан гөрі басқадай болар ма едім. Кім білет, жер әлемді шулатып, сотқар қожа атанып жүргенім. Әкесі жетім өскендігімнен де шығар. Кімге де болса бір әке әбден керек. Тіпті селкілдеген шалдардың өздері кейде жарықтық әкем анандай ет, әкем мынандай ет деп еске алып, армандап отырмай ма? Көрдіңіздер ме балалар? Қожаның әкесіне деген ыстық сағынышын, оның орны толмас қазаға ұшырағанын айтып, өкініп отыр. Енді балалар, біз қартпен болған әңгімесінен және де қожаның осындай естелігінен оның әкесіне қандай баға берер едік? Сондай-ақ қожаның әкесі мен қазіргі әкелерді салыстырып көрелікші. Қожаның әкесі Сайбек қарттың айтқандай ақ көңіл, жомарт, парасатты адам. Қазіргі әкелер образын бір сәтке елестедіңізші? Я, қазіргі әкелер де жауапкершілікті алған, үйдің қамқоршысы, асыраушысы, біздің үкімет басында, ел басында жүрген көптеген адамдардың барлығы ер азаматтар. Тағы қандай ой қосар едіңіз? Қожаның әкесі қандай, ал қазіргі әкелерге қалай баға берер едіңіз? Бір сәтке ой толғап болсаңыз, мынандай оқу тапсырмасын орындайық. Шығармадағы қожаның әкесіне деген жылы естеліктерін оқи отырып, сендердің өмірлеріңе әсер еткен қамқор жандар, әкелерің болсын, аталарың болсын, немесе ағаларың туралы естелік жазып көріңдер. Тек біреуі туралы ғана жазыңдар, оқушылар. Мінекей, балалар, біз бүгін шығармада айтылған кейіпкерді, яғни әке образын бүгінгі өмірмен салыстырып бағаладық. Естелік жаза алдық деген ойдамын.
Сабақ түсінікті болды деген ойдамын. Сіздерге сәттілік тілеймін. Сау болыңыздар.